Саламатсыздар ма, сүйікті халқым менің. Мен Кылычбаева Салима, Мұхит қызы 15 жылдық тәжірибесі бар Құлкеш Беріш ауылының бақытты келіндерінің бірімін. Мені бар жүрегімен қабылдап, маңдайынан сүйіп, қолынан демеп, білгенін үйретіп, дұрыс жол көрсеткен алтындай ата енем бар. Аллаға шүкір. Менің енем ашық жарқын мінезді, оның жайдары, ақ көңілділігі және ашық жарқын болғаны маған Алланың берген үлкен сыйы деп білемін. Осы сайысқа қатысамын деп әр жылы реті түспеді. Бірінші жылы қайынсіңін ұзаттық, екінші жылы босандым, үшінші жылы қайным үйленді, төртінші жылы тағы босандым, бесінші жылы тағы қайынсіңін ұзаттық, алтыншы жылы жинақталып, жетінші жылы 5 баламмен жүріп шаршап, әбіржіп, ұмытып кетіппін. Сөйтіп қатысам деп жүргенде жасым 35-ге де келіп қалды. Осы қатысушыларға қарасаң, бәрі күшті болып, енелеріне шәй беріп, түйе сауып, шоққа нан жауып жатады. Ал менікі өзгерек. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Енем екеуміздің ай күніміз жетіп отырған уақыт. Саламатсыздар ма? Кім қайсыңыз деп қаласыздар? Қайсыңыз не жақтар? Мен қатты толғатырсыз ба? Ауылымызға бір шәй қияр қызымыз дүниеге келді. Қол аяғымда аман есен бауырыма алып, өзімнің ошағыма оралдым. Енемнің қан қысымы көтеріліп, ота жасауға тура келді. Аллаға шүкір, екінші бет боярымыз өмірге келді. Босанғаннан кейін енемнің жағдайы нашарлап, екінші ота жасалып, енем оянбай қалды. Менің тілегім, менің ойым сондағы Алладан. Күні түні мен сұрағаным енемнің отбасымызға аман есен оралуы. Сол кез мен үшін ең қиын уақыт болды. Мен осы әулеттің тұңғыш келінімін. Жап-жаспын, жасым 22-де. 2 құлыншағым бар. Ата енемнің аяқтанбаған 5 баласы болды. Уайымдағаннан балапандарымыздың үрейі ұшты. Маңдайы жарқырап жүретін атам күні түні үй көрмей перзентхана алдында жүрді. Аллаға шүкір, араға 12 күн салып, енем аман есен отбасымызға оралды. Сол кезде 2 бесік пен 2 өлім өсіру оңай болған жоқ. Айна сүт те жоқ. Түрлі қызықтар мен шыжықтар да болды. Енем екеуміз бірінші 40-нан шықсын дедік, 3 ай болсын, сосын қыстан аман шығайық. Сөйтіп отырғанда қыздарымыз 1 жасқа да келді. Арасында қыздарымыз ауырып та отырды. Салқын тиген күндерде болды. Ең қызығы енемнің қызы, енеме әже деп, маған мама деп тілі шықты. Ал қазір енеме анашым, маған мама дейді. Арада 12 жыл өтті. Жаратқан ием, Аллаға сансыз шүкір. Осы күнге жеткеніме, түнде де, таңертең де Аллаға шүкіршілік етемін. Әйел адамның, енелердің де, келіндердің де осы бір қиын сәттен өтіп дүниеге бала әкелу қандай қиын. Өліммен өмірдің ортасында болатын қиындықтың бәрін өтіп, ана болу бақытын сезініп, дүниеге балапандарды әкеліп жатады. Нағыз батыр аналар. Біріншіден Аллаға, екіншіден ақ халатты абзал жандарға рахметімді айтқым келіп отыр. Алғысым шексіз. Одан қалды өзімнің кішкентай ғана балапаным, өзімнің Салимашым келінім 22 жаста болса да, өзінің балапанымен бірге менің де құлыншағымды қосып бағып, сүтім жоқ болса да өзінің ақ сүтін беріп, осы күнге дейін бірге өсіріп, өндіріп, білгенін үйретіп келатқанына ризашылығым мол. Нағыз қазақтың келініне керек бар жақсы қасиетінің бәрін өзінің бойында бар деп есептеймін. Айналайын, келінім Салимаш, 5 баланың анасың, алтын құрсақ анасың деп айталамын. Сол бір менің басымнан өткен қиындықта қасымда демеу болып, менің түгел қиындығымды қасымда сезініп жаста болсаң, әр қашанда мамалап қасымда жүргеніңе ризашылығым мол. Алла тағала балапандарыңның алдынан шықсын сол жақсылығың. Егізді бағып атқандар да бар, шөнді бағып атқан да бар. Бірақ енеңнің баласын өз мейіріміңді төгіп, ақ сүтіңді беріп, өз балаңдай қарап, шомылдырып, сол бір өзіме операциядан кейін қарай алмай жатқан кезімде
бар ниетіңді салып, маған демеу болғаныңа ризамын, балам. Не нағыз ене мен келіннің сыйлаушылығы осы деп есептеймін. Жарығым, алдыңнан әр кезде тек жақсылық болсын деп тілеймін. Қосағыңмен қосағарып, балапандарың да өзіңе мейірімді болсын. Денің сау бол, ұлағатты үлкен ел болсын деп тілеймін.